Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен 5 минутта дайындалатын печеньенің рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, подписация батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Бірінші печеньені пакетке салып, жақсылап оны ұнтақтап аламыз. Видеода анық көрініп тұр. Осылай жақсылап ұнтақтап аламыз. Егер блендер болса, блендердің көмегімен ұнтақтап алуыңызға болады. Міне осындай болуы тиіс. Ал енді осы ұнтақталған печеньенің үстіне вареный сгущенканы саламыз. Одан 2 қасықты саламыз. 2 қасық бізге жеткілікті болады. Міне осы 2 қасық салып болғаннан кейін жақсылап араластырып аламыз. Достар, сонымен қатар менің каналымда жұмыртқасыз печеньенің рецептісі бар. Қазір жоғарыда сілтеме шығады, содан өтіп қарасаңыздар болады. Міне осылай жақсылап араластыруымыз тиіс. Міне осылай бірігуі керек. Осылай жақсылап бірігіп бастағаннан кейін бізге стакан керек болады. Міне мынандай стакан, кішкентай ғана. Осы стаканға бірінші ішін жақсылап майлап аламыз сұйық маймен. Одан кейін мына біздің дайын болған салмамызды осы стаканның ішіне салып, белгілі форма жасаймыз. Неге одан кейін стаканымызды төңкеріп, ұрғанда міне жай ғана түсе қалады. Міне осындай әдемі печенье дайын болады. Шайға дайындауға өте керемет, өте дәмді болады, ерекше болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Кез келген уақытта жасай берулеріңізге болады. Келген қонақтарыңызды осындай әдемі печеньемен қарсы алып алыңыздар. Міндетті түрде достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны да міндетті түрде басып алыңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Сіздермен болған Әйгерім Шынтемірқызы.